Салам жеке, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен короче достар, бүгін мен сендерге просто топский видеодан да қойған болатын. Өйткені бүгінгі видеода мен сендерге келесі золотой джекпот, келесі алмазный джекпот және де келесі оружейный джекпот және де осы Free Fire'ның туған күніне орай бізге беретін халявалар, пополнение, ивенттер, жаңадан шығатын событиялар, соның барлығын көрсететін болғанмын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қара, арнаға жазыл, міндетті түрде лайкыңды бас, күшті комментарий қалдырып кет, біз видеоны бастаймыз. Ең бірінші бізде предзаказға беретін осындай какой-то бір құбыжықтың басы деп айтсам да болады. Шын айтайын, өйткені 800 алмазға адамдар предзаказ алғанға мынандай какой-то бас 800 алмазға алу слишком құрту сияқты. Меніңше 800 алмазға тұратындай бір жестко набор немесе хотя бы стенка беру керек еді. Бұл енді онша емес, 800 алмазға тұрмайтын нәрсе. Сондықтан да какой-то чушь деп айтсам да болады бұны. Келесі бізде осындай золотой джекпот, уже бұл золотой джекпотты ВК-лардан да шығарып қойған болатын. Бұл құрылысшы немесе шахтер. Адамдар екі түрлі айта береді. Меніңше бұл шахтер сияқты, өйткені каскасында фонариктің суреті бар. Негізінде вроде нормально, сет дейтін қатты онша емес, бірақ та рубашкасы меніңше кішкене бір сеттермен араластырған келетін сияқты, бірақ қолында перчатка бар, ешкім кимейтін сияқты, тек қана халявщиктер болса. А так на самом деле донатқа тойғандар бұны вообще түсірмейтін де бар даже. Менсінбей просто так жай қасынан өтіп кететін болар. Келесі бізде осындай алмазный джекпот. Реально достар, алмазный джекпот деп кім айтатынын дейтін. Алмазный джекпот деген күшті нәрсе болады деп күттім. Реально тек қана мына жерде шашы простой, әдемілігі тек қана маскасы и үсті шалбары, аяқ киімі как обычно простой. Алдыңғы пропустардан және де халяваға берген нәрселердің дәл бірдей, ешқандай айырмашылығы жоқ. Аяқ киім, шалбар үстіндегісі дәл сол заттардан қайталанған, тек қана маскасы болмаса особо ерекшеленіп тұрған, қалғандары простой деп ойлаймын. Келесі мынау бізде оружейный джекпот достар. 90% бізге келесі оружейный болатын нәрсе осы гроза. Грозаны көп ешкім атыспайды, мен өзімде грозамен мүлде атыспаймын. Егер де сіздер мынаның точносын былайынан қандай қасиеті бар екен естіңіздер, точно мынаны 100% аласыздар. Плюс урон, минус перезарядка, двойная точность. Реально мынау күштірек сияқты. Вроде меніңше, білмеймін, грозаға мынадан жақсы скин бар ма или жоқ па. Өйткені мен грозамен вообще атыспаймын, және де менде оның скин жоқ болғаннан кейін мынау меніңше ең жақсы гроза сияқты. Өйткені вроде нормальный сияқты, бірақ бұны түсіруге көп адамдар тырысады деген ойдамын. Болашақта бізге шығу мүмкін оружейный джекпот. Бұл тағы да М60 просто ауф реально. Бұның енді меткістарын айта кетсем, минус магазин, плюс точность, двойной урон. Если честно, мынаның эффектісі просто ауф. Ойын барысында мына жаңағыдай эффектті көрткенде осы сорт цветтен сары цветке ауысса, вообще ойын ойнап отырып вообще просто ауф болып кетуші еді реально. Мынау енді жесткий оружейный джекпот болмақшы. Қазіргі М60-ға қарағанда мынау кішкене болсын эффекті бойынша да чуть бір плюске шығып тұрған сияқты. Енді видеоның ең қызық жері достар, ең қызық жері Free Fire туған күнде бізге не береді, қандай ивенттер, тағы да қандай событиялар болады. Қазір мен сіздерге керемет бір халяваларын тізімдеп айтамын. Енді барлығы халява емес, тоже бір пополнение, анау-мынау тоже бір нәрседен беретін заттардың барлығын айтатын боламын. Бірақ та бұл заттар кәдімгі бір пропусктың заттары сияқты деп ойлап қаласыздар. Бірақ бұл пропуск емес, вообще пропуск емес. Ең бірінші бізде осындай түрі просто ауф. Камдаска, ё-моё, жанындағы эффектісі және де ана жерде біреудің күліп тұрған бейнесі вообще четкий болып тұр. Кәдімгідей осы вообще четкий болып тұр. Осы бізге Free Fire'ның туған күніне беретін керемет бита. Мына 26 күні бізге осындайға ұқсас бір бита береді. Бұның қызыл түрін, ал мына жерде соның фиолетовый түрі тоже бір космостың цвет какой-то непонятный цветтегі жесткий бита. Негіз қараса обычный. Және де бізге кереметтей XM8. Бұның қандай меткісті бар, вообще еш нәрсе белгісіз. Бірақ просто ауф түрі вообще просто простой емеспін. Аттак та мен простой емеспін деп тұр ғой. Және де бізге осындай мотоциклдің
жесткий эффектісі жоқ сияқты, бірақ эффектісін еш нәрсе айтқан жоқ, бірақ тек қана сыртқы бейнесі просто осындай керемет. Кәдімгідей барлығы енді бірге болғаннан кейін барлығы бірдей цветте. Бұлардың барлығын қалай береді, оның өзі Free Fire 29 күні обновление жасайды, и содан кейін шығаруы мүмкін. Және де бізде осындай керемет қоян дейін бе, клоун дейін бе, немесе джокер дейін бе, керемет сумка, просто топский сумка. мынау дейтін кішкентай үшінші уровеньнің өзі осындай кішкентай, уже мынандай осындайға ұқсас сумкалар бар, и осындайларды көп ұнатады. Маған да бұндай сумка ұнайды. Негізінде мынаның түрі вообще әдемі, негізі өте керемет. Және де тағы да оружияға скин, бұл скс бізде достар, қараңдаршы, эффектісі жанындағы и скиннің түрі вообще просто, мынау шынымен де датавой әдемі, просто ауф топ. Free Fire мынаны датавой топский істеп тастаған. Мына эффектін қосып, бірақ ойын барысында бұл эффектісінің барлығы көрінсе, даже среднийда көрінсе, вообще четкий болушы еді, датавой четкий болушы еді. И бізде осындай халяваға беретін сумка, бұл енді датавой халява. Енді көрініп тұр, жаңағы сумкаға қарағанда бұл оның қасында датавой ойыншық. И және де бізде осындай кереметте лутбокс, просто осы цветтерге сай болған үшін әдемі етіп істелінген. Не бейнеленгені дым түсініксіз, тек қана тісті ғана көріп тұрмын, қалғандары түсініксіз. Но просто бұл да четкий, как же без парашюта дейді. И осындай парашют, мынандай женский набор и мужской набордың түрі белгіленген сияқты, но бұл да өте керемет. И және де, как обычно, простой доска, и және де тағы да қосу мүмкін осындай халява набор. И осы достар, көріп тұрсыздар, Free Fire кәдімгі датавой бізге мына жерде жұмартқан сияқты. Меніңше бұл алдында жақында арада ғана шыққандай катаклизмдегі заттар сияқты, в общем, бір айға созылып деп сондай бір нәрсе болайын тұрған сияқты. Бірақ та мынаның бәрін мен халяв береді десе сенбеймін. Но кәдімгідей реально пропусктың заттарынан алмайды. Өйткені мен алдыңғы видеода көрсеткенімдей тайни магазинде болуы мүмкін деген зат, главный набор, и осылардың да наборы болуы мүмкін. Өйткені дәл бәрі под цвет. И осыған орай тағы да бір жесткий скин көрсетемін, қараңыздар. Бұл осындай топский дроваш. Бұл да осы Free Fire'дың бізге беретін нәрсесі болуы мүмкін, бірақ та бұны халяв деп айтпаймын. Егер де сіздер мынаның меткасын естісеңіздер, датавой мынаны халяв деп никогда айтпайсыздар. Бұны енді пополнение тоже басқа да нәрседен беруі мүмкін. Мынау датавой пропусктан алмайды, кәдімгі пропусктың заттар сияқты, бірақ мынау четкий двойной скорость, плюс перезарядка и минус точность. Значит, плюс перезарядка, еще винчестер тез перезарядка жасалынады, и тағы да плюс беріп тұр, и еще двойной скорость. Ё-моё! Осыған дейін де винчестерде скин болған болатын, бірақ оның қандай несін барын білмеймін, бірақ та ол манадан қалып қояды сияқты. Өйткені мынау просто ауф. Free Fire датавой жесткий істеп тастаған. Енді винчестерге жыны келетін адамдардың тізімі 1000 есеге өсетін бар датавой. Все, достар, сендерге дайындаған кереметте видеом өз мәресіне жетті. Егер де сендерге осы мәліметтер ұнаған болса, давайте арнасызлық міндетті түрде лайктарыңызды бассаңыз, күшті комментарий қалдырамыз. Достар, давайте менің еңбегімді хоть чуточка бағалап, кәдімгідей арна жазылып, міндетті түрде лайктарыңызды басып кете қойыңыздар. Мен мынаны түні бойы ізденіп бүйтіп істеймін. Ал сіздерден тек қана просто 5-ақ секундта басыла қоятын лайк и подписка. Сендермен бірге болған мен Але. Келесі күшті видеолар күтіңдер. Келесіде, егер де сентябрьде болатын пропускке обзор жасаймын келесі видеода. Давайте.